Аудан әкімі Ділдәбек Оразбаев тұрғындардың әлеуметтік төлемдерді алу және тіркеу жұмыстарын бақылауға алды. Ол үшін әкім халыққа қызмет көрсету орталығы мен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне барып қайтты. Халық саны көп болғандықтан мамандар тіркеуге үлгермей жатқаны шын. Және де адамдарды сан алуан сұрақтар мазалап, телефон тұтқалары тыным таппады. Үш адам үш жаққа бөліп алып кетіп отырмыз. Алшақ тұрымда 2 метрден жақын. Аудан әкімі халықты тыңдап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ішкі саясат бөлімі ішінде қосымша құжаттарды қабылдау пунктін ашуды тапсырды. Ол үшін жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімшесінен бір маман бөлінді. Құжаттарды тез тапсырып, кезек күтпей өткіздік. Құрметті жерлестер, 42.500 теңге әлеуметтік төлемді алу бойынша ақпаратты жұмыспен қамту бөлімінен 35008 немесе 30065 телефоны арқылы алуға болады. Біздің мамандар сіздерді әрқашан тыңдап, көмек көрсетуге дайын. Қазір ішіне кіргізу керек. Жа компьютерді қосу керек. Кіргізіп беру керек. Жанар Жахат, Нұрсұлу Алигулова, Аягөз Реал ТВ.